Сәлеметсіздер ме? Мен экоблогер Ғафур қызы Бұлбұл Бибі. Қызылорда облысы Арал ауданы номер 64 орта мектебінің 7 сынып оқушысымын. Қоршаған орта. Бұл біздің өміріміздің негізгі тірегі. Табиғаттың әрбір бөлшегі бір-бірімен тығыз байланысты. Алайда, соңғы уақытта экологиялық мәселелер өте өзекті болып отыр. Бұл мәселелер тек қана біздің елімізде ғана емес, әлемнің басқа да көптеген елдерінде орын алып жатқан дағдарысқа ұшырауда. Жер шарындағы климат өзгерісі туралы айтатын болсақ, соңғы жылдары ауа температурасының күрт өзгеруі, табиғи апаттардың жиілеуі, құрғақшылық пен су тасқындары пайда болуда. Бұл экологиялық дағдарыстың тағы да бір айқын бейнесі болып қалды. Яғни, климаттың өзгеруі адамның күнделікті тұрмыс тіршілігіне кері ықпалын тигізеді. Мысалы, егіншілік пен мал шаруашылығында үлкен қиындықтар туындайды. Соның әсерінен ауыл шаруашылық табиғи өнімдер азайып, адам денсаулығына теріс ықпалын тигізеді. Пластик қоқыстарының таралуы экологиялық мәселелердің тағы да бір түрі. Пластик қоқыстары олар ыдырауы өте ұзаққа созылатын материал. Сондықтан олар біздің табиғатымызда мыңдаған жылдар бойы жатып, топырағымызға, су көздеріне жетіп, тіпті жануарларға да кері әсерін тигізеді. Пластик қоқыстары теңіздер мен мұхиттарда көп кездеседі. Олар тіпті теңіз астында мекен ететін құстар мен балықтарды жойып жібереді. Және де қоқыстарды арнайы өңдеу үшін полигондар қажет. Алайда, олардың кейбір түрлері экологиялық стандартқа сай келмей, табиғатқа кері әсерін тигізеді. Яғни, атап айтқанда экологиялық стандартқа сай келмейтін полигондар пластик сияқты қайта өңделуі ұзаққа созылатын қоқыстарды жинап, топыраққа, су астына таратады. Соның әсерінен олардың сапасы төмендейді. Сондықтан, арнайы қоқыстарды сорттап, өңдеп, қайта өңдеуге жіберу өте маңызды. Ормандардың кесілуі. Ормандардың кесілуі экожүйе үшін үлкен қауіп төндіреді. Себебі, ағаштар көмірқышқыл газын өздеріне сіңіріп, оттегін бөліп шығарады. Бұл үдеріс адамдар үшін де, орманда тіршілік ететін түрлі жануарлар мен өсімдіктер үшін өте маңызды. Энергия мен су біз күнделікті тұтынатын маңызды ресурстар. Алайда, олардың көп бөлігі ысырап болуда. Яғни, энергияны тиімсіз пайдалану, суды ысырап ету. Энергияны үнемдеу. Энергияны үнемдеу бір жағынан табиғатқа деген сыйластық, екінші жағынан экономиканы тиімді пайдалану. Біз арнайы жарықтардың орнына жарықдиодты лампаларды қолдану, және де басқа да энергияны үнемдейтін іс-әрекеттер жасауымыз қажет. Суды үнемдеу. Су ресурсы құрғақшылық болып жатқан аймақтарда өте қажет. Біз оларды үнемді пайдалануымыз қажет. Оларды үнемсіз пайдаланып, ысырап ету ол су дағдарысына алып келеді. Әрбір адам ауыз су мен су сапасын сақтау үшін өз үлесін қосуы керек. Қазіргі таңда экологияның нашарлауы адамның табиғатқа немқұрайлы қарауынан туындап отыр. Экологиялық мәселелер біздің болашағымызға тікелей әсер етеді. Сондықтан, күнделікті өмірде әрқайсымыз экологияны қорғауға бір іс-әрекеттен жасап отырғанымыз абзал. Солай экологиямызға қамқор болайық. Мен экоблогер ретінде сіздерге экологиялық мәселелермен бөлісіп, оны қорғауға шақырамын. Солай біз табиғатпен үйлесімді өмір сүріп, келешек ұрпаққа жасыл, көгалды әлем қалдырайық.